Мінекей мен тоқып болдым. Міне, екі басы бірдей болды, келдім. Енді біз уже мынау сияқты бетін тоқуды бастаймыз. Ол үшін, егер де сіздер мынандай жерден сәл аяғы кеңірек бола берсін деп осы жақтан алатын болсаңыздар, онда мына ортасынан 16 жіп аласыздар. Бірақ менің жағдайымда мен 14 жіп алам, себебі менікі сәл жоғарырақ, мына жағы басына қарай кеткен. 14 жіп алам. 14 воздушный петля, яғни. Міне, санап отырамыз. 1, 2, 13, 14. Міне, 14-пен мына жерге дейін жетіп алам. Енді, егерде мына жақтан сіздер қанша жіп алсаңыздар да, ол енді маңызды емес, может сіз үлкен размерге тоқитын шығарсыздар. Сол кезде сәл көбірек алсаңыз болады, не болмаса сәл азырақ алсаңыздар болады. Бірақ мен көбінде өзімнің практикамда 14 пен 16-ны ғана қолданам. Бізде көбінде мынандай жай табан аяқ киімдер бар ғой, солардың мына жағы былайынан үлкен болып келеді. Ондай жағдайда мен 16 аламын. Ал біздіңкінің қазіргі жағдайда мына жағы сәл үшкірлеу, сондықтан мен бұған 14 алып отырмын. Қанша жіп алсаңыздар да жұп сан болу керек. Мысалға 14, 16 деген сияқты тақ сан болып қалмасын. 15, не болмаса 13 деп алып қалудың қажеті жоқ. Сосын осы жерге жеткеннен кейін міне, крючогымыздан жібімізді шығарамыз да, мына басы тұр ғой, мына басы. Осы жерден мына жұмыс жібін іліп, мына басына шығарамыз. Міне, шықты. Енді мынаны тартамыз. Тартып, міне, осылайнан кигіземіз аяқ киімімізден. Бұлай айналдырып алып келеміз. Сонда біздегі жұмыс жібі мынау біздің дөңгелегіміздің ортасында қалып қойды. Енді бұны ақырын тартамыз. Міне, мына жағын абайламасаңыздар, қатты түйін болып қалады, мынандай жіп қалып қалады, артылып қалады. Сондықтан да осылайнан ұстап тұрып тартамыз. Міне, сонда бізде мынандай байланады мына жері. Осылайнан байланып тұрады. Енді мына жаққа келеміз. Бұл орайда маңызды нәрсе айтып кететін. Мына жерде өздеріңіз білесіздер негізінде қаншалықты қалдырғандарыңыз. Бірақ, яғни арасындағы жіпті. Бірақ менің нұсқаулығым бойынша тоқысаңыздар, сіздердің беті осындай әдемі болып шығады. Ал егерде сіздер мысалға мына жерден алатын болсақ, әрқайсысын мысалға 2-ден 3-ден бір талған алынып тұр ғой. 3 мына сияқты аяғы мысалға 3-еуден алынған. Осылайынан алатын болсаңыздар, мына аяқ киімдеріңіз слишком алдыға қарай, мына басы былай қарай кетіп қалады, созылып кететін аяққа қарайшы. Ал егерде ең бірінші басында ретімен бірінші 1 тал жіптен қалдырасыздар, одан 2 тал жіптен, соңына қарай 3 тал жіптен қалдырсаңыздар, мына жері біркелкі болып, қатты бір былай қарай созылып кетпейді. Олай болса кеттік. Мінекей, мына жерден мен бір жіпті тастаймын, келесі жіпке өтемін. Келесі жіп, бір жіпне. Мына жіпті тастаймын. Мынау бізде өзі жұмыс жібі шығып тұрған жіп. Бұл жерге тиіспейміз, санамаймыз. Келесі мынаны тастап, одан кейінгі жіптен крючогымызды өткіземіз да, мына жақта тұрған жұмыс жібін осылайнан іліп шығарып аламыз. Енді осыны шығарған кезде тағы да бір назар аударатын жағдай, мынау қатты тартылып, немесе қатты бос болмау керек. Бір қалыпты, мұнамен размері бірдей болып тұру керек. Сосын бір воздушный петляға көтереміз. Енді ары қарай крючогымызға петля с накидом ілеміз. Біз жаңа 14 петля мынаяқтан іліп алдық қой, демек біз енді осы жерден 14 петля с накидом тоқып шығатын боламыз. Мына екеуін бірге қосып отырып тоқисыздар. Мына жіп, мынау біздің жаңағы өлшеп алған жібіміз. Мына жібіміз сыртта қалып қалмау керек. Міндетті түрде бірге тоқылу керек. Ол егер сыртта қалып қалатын болса, ертеңгі аяқ киім киген кезде аяқтарыңызға ілінеді.
Енді ары қарай кеттік. Міне бір петля с накидом. Екеуінен бір-ақ өткіземін да, мынаяқтан бір жаңағы петля с накидом тоқимын. Бір, келесі. Екі, үш, төрт, дәл осылай 14 петля тоқып шығасыздар. Міндетті түрде мына жерге дейін келсін. Мынау бір жақта жиырылып қалмау керек. 14-ке дейін жеттім. Мінекей, дәл осылай болады. Енді мына жеріне сәл былай қарай жылжытып, мына басына дейін жеткізіп жіберсеңіздер болады. Ары қарай кеттік. Біз мына жерден жаңа бір жіп қалдырған болатынбыз. Демек, мына жақта да дәл солай. Міне мына біздің жұмыс жібіміз. Шыққан жер мына жер бізге міне. Мына бір жіпті тастаймыз да, одан кейінгіден шығарып аламыз үстіп жұмыс жібін. Шығарып, былайнан жаңағы іліп, екеуін бірге қосып тоқып, тағы да мынаны жаңағындай тартамыз. Тартамыз. Сосын айналдырып шығарғаннан кейін мына жібімізді, жұмыс жібін осылайынан тартып аламыз. Сол кезде түйін болады, осылай байланады. Енді келесіден тағы да бір жіп тастаймыз да, одан кейінгіге жібімізді, күрчоғымызды өткізіп, жібімізді іліп аламыз. Жаңағы бірінші қатар сияқты мына жер қатты тартылып қалмау керек, не болмаса қатты бос болып қалмау керек. Кеттік. Енді міне дәл мына жерге дәу тесік тұр осы жерде. Осы жерден тағы да петля с накидом тоқимыз. Әр тесіктен, әрбір петлядан 2 петля с накидом тоқимыз. Біреу кетті, дәл жаңағы жерден тағы да екіншісін тоқимыз. Тағы да қайталап айтамын, мына жіп сыртта қалып қалмау керек. Мына жіп бірге тоқылу керек. Келесі ары қарай 1-2 петляны тастаймыз да, екіншіден кейінгіге мінекей тағы да бір петля с накидом тоқимыз. 1-2. Яғни әр қайсына 2-2 дейін. Ары қарай тағы да 1-2 міне. 1-2 екеуін тастаймыз да, екіншіден кейін тағы да 2 петля с накидом тоқимыз. 1-2. Міне менде 3 болды, 1-2-3. Ары қарай тағы да 1-2. Енді міне соңғысы, мына басындағыдай, мына да соңғысы қалды, үлкенірек тесік. Бұл жерге де 2 тоқимыз. 1, 2. Мінекей. Осылай болды. Енді мына жақтан, жаңа біз мына жақтан бір тал тастадық, демек мына жақтан да бір тал ғана петля тастаймыз да, келесі петлядан күрчоғымызды өткізіп, жұмыс жібін шығарып, мынаны іліп шығарамыз да, былайнан. Енді былай байлаймыз. Осылайынан болды. Міне 14 болды. Мына жақта 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Демек, біздің уже неміз мынау беті былай қарай көбейіп бастайды. Бетіндегі сандары, петлямыздың саны көбейе береді. Әрбір не сайын 2-2 петляға, әр қатар сайын 2 петляға көбейіп отырады. Енді ары қарай уже біз өз бетімізше тоқимыз. Мен мына жерде бір петля тастадым, екіншіде де бір петля тастадым. Мынаған қараймын.
міне бір петляда біріншіде біреу тастадым, екіншіде біреу тастадым, үшіншіде біреу, төртте біреу, бесте біреу. Яғни бесінші қатарға дейін, міне қатарды қалай санаймыз? Қатарды ең шетінен санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бесінші петлядан кейін де мен біреу тастадым. Ары қарай уже 6-шы петлядан бастап, 6-шы қатардан бастап 1, 2, 3, 4 қатар біз 2 петлядан тастаймыз. 2 петлядан. Міне 1, 2, яғни үшіншісіне уже іліп аламыз. Ары қарай одан кейін біз 3 петля тастаймыз. 1, 2, 3. 3 петля. Осы жерге дейін тоқып шығамыз. Соңғы қатарды бірге тоқимыз. Әрбір қатарда 2 петляға көбейіп отырады. 2 петляға дегенім міне 1, 2, 1, 2. Яғни осылайынан 2 петляға көбейеді. Бұлайынан санамаңыздар. Жұптан емес, жаңа бір талдан санаңыздар. Осы жерге дейін тоқитын боламыз. Менде ол 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қатар болу керек екен. Сіздердің жағдайларыңызда ол басқаша болуы мүмкін. Сосын сол жерде кездесеміз. Міне мен соңғы жағына келдім. Олай болса бір қарап өтейік. Мінеки 1, 2, 3, 4, 5. Мен 5 рет бір талғана петлядан тастадым. Ары қарай 1, 2, 3, 4. 4 рет 2 петлядан тастадым. Одан кейін міне 1 рет 3 петлядан тастадым. Міне 1, 2, 3. 3 петлядан тастадым да ары қарай. Мінеки ең соңғыға, міне ең соңында менде осы бірақ петляға, 2 петляға қалады екен. 1, 2. Үшінші петлядан кіргіземін да жұмыс жібін іліп шығарамын. И дәл бағанағындай, басындағыдай осылайынан өлшеп аламын да. Қалай бар, қалай тоқыдық, дәл солай тоқып шығамын соңына дейін. Мінеки. Бұлай қалады. Петля с накидом. Мына жерден бастап, әр петляға 2 петлядан тоқып шығамыз. 1, 2. Келесіге 1. 2. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Мінеки, қатарымның соңына келдім. Қатардың соңына келгеннен кейін, міне, мына жерде тұрған бірінші петлядан жұмыс жібін шығарып аламыз да. Мен уже бұл жерден жаңағындай мыналар сияқты былай аударып байламаймын. Уже мен ары қарай осы жерден мына жұмыс жібін мынадан қосып, соединительный петля жасап, мына бізде қысқа жіп, басында басталған жіп. Бұны мына жерге қоя тұрамын да. Мына жақтан бір петля без накида, әрбір мысалға тесікке өздеріңіз қалағаныңызша тоқи бересіздер. Міне біреу, келесіден ұжы мен мына түбінен алам. Мына жерден 2 алам. И мінеки, мынау менде бағана мына жерде басын бастаған кезде мына петлядан мен бір ғана петля іліп кеткен болатынмын. Осы жерден мен уже екінші петлямды іліп шығарамын. Мына жерден тағы бір петля шығарамын да. Бұл жерде уже соединительный петля жасаймын. Соединительный петля жасаймын. Соединительный петля жасап, екеуін бірақ шығарамын да, тоқымамды бұрып, ары қарай енді біз мына жердің бәрін біз тоқып біттік та, мынау полосканы қалды менің. Осы полосканы тоқитын боламын. Ол үшін ары қарай кете береміз. Әрбір петляға мен ешқандай да мына жерден бұра салдым, бірден ешқандай да андай воздушный петля тоқыған жоқпын, ары қарай кетем. Әр петлядан бір петля без накида тоқимыз. Қатардың соңына дейін. Міне 1,
келесі 2. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Мына жерде қалған мына жібімізді бірге ортасына қосып жасырып бірге тоқып кетеміз. Міне. 3. 4. Қатардың соңына дейін осылай тоқып, мына жаққа келгенде кездесеміз. Мінекей мен қатарымның соңына келдім. И осы жерден жаңа мына жақта қанша алады, сондай мына жақтан аламыз. Дәл осылай тоқимыз. И соңғысын уже біз мына жақты бастаған кезімізде де бір ғана петля алған болатынбыз. Мына жерден енді соған тағы да қосымша тағы бір петля аламыз. Бүйтеміз да, осылай соединительный петля жасап, тағы бір воздушный петляға көтереміз да, тартып тұрып, мынаны кесе саламыз. Сәл ұзындау етіп, и мына жер тартамыз. Мына жердегі мынаны кесіп тастаймыз. Жасырсаңыз да түбінен кесуге қорықпаңыздар. Осымен біздің аяқ киіміміз дайын болады. Артық жіптер жоқ, тек қана мына жіп қана. Бұл жіпті ақырын аламыз да, мына шетінен бастап жасырсаңыздар болады. Мінекей біздің аяқ киіміміз осымен дайын. Сәл тарап қоямыз. Және де жаңа айтып өткенімдей бас жағын былай алуға болады. Жуған жүк болғаннан қайттан жабыстырып қоясыздар. Осындай аяқ киім шығады, және де дәл осы әдіспен, осы жіппен мен экранға тастап кетем. Сол жаңағы аяқ киімдерді де тоқуға болады.